бүгін сіздермен біз осындай дәмді красный бархаттың кексерін дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлеп аламыз. Нәтижесінде бізде осындай масса шығады. Содан кейін 1 шай қасық гелевый красительді қосамыз. Содан соң тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді айранға 1 шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Содан соң құрғақ ингредиенттерімізді, яғни какао, ұн, разрыхителді араластырып, айранға сұйық майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң құрғақ ингредиенттер мен сұйық заттарды кезек-кезеңмен қосып, миксерлеп отырамыз. Яғни бірінші құрғақ ингредиенттерді миксерлеп, содан соң сұйық, яғни айран мен сұйық майды қосып, миксерлеп отырамыз. Нәтижесінде бізде осындай масса шығуы керек. Содан соң формаларымызды майлап, оларды тестімізді, яғни салып шығатын боламыз. Бізде осындай шықты. Енді осыларды 180 градуста 20 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Пешіңіз міндетті түрде қызған болуы тиіс. Бізде осындай болып шығады. Бір ескеретін жайт, оларды бірден пештен шығармау қажет, кішкене 5-10 минуттай қою қажет, өйткені тез басылып қалады. Мен тез шығарғандықтан олардың биіктігі басылып қалды. Дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.